Әкімдікте облыстық маслихаттың кезектен тыс 23-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде қаралған бірінші мәселе президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлықтау рәсімінен кейінгі министрлер кабинетін жасақтауға байланысты өңірлерде облыс әкімдерін тағайындау туралы. Елбасы Солтүстік Қазақстан облысы әкімі ретінде Ерік Хамзалы Сұлтановтың кандидатурасын қолдауды облыстық мәслихат депутаттарынан сұрады. Олар өз кезегінде Ерік Сұлтановты бірыңғай қолдап шықты. Кейін сөз алған өңір жетекшісі облысымыздың дамуы алдында тұрған 8 басым бағытта дамытуды жеделдету керектігін тілге тиек етті. Первое. Развитие агропромышленного комплекса. Область располагает огромным потенциалом. Біріншіден агроөнеркәсіптік кешенді дамыту. Бұл ретте өңірдің ауқаты зор. Біз өнімділікті арттыру мақсатындағы елбасының тапсырмасын іске асыру қажетпіз. Екіншіден өңірге инвестиция тартуды 3 есеге арттыру керек. Индустрияландырудың екінші 5 жылдығында облысымыз бойынша барлық құны 45 миллиард теңгені құрайтын 39 жобаны іске асыру көзделген. Әулие-Ата жеріндегі алтын өндіру жобасы да осылардың аясында жүргізіліп келеді. Үшінші мәселе бизнестің тірегі болатын шағын және орта бизнес мәселесі де облыс дамуына үлкен қарқын береді. Бұл ретте шағын және орта бизнесті кәсіп еткендердің санын арттыру қажет дейді. Төртіншіден баспана тұрғызу мәселесі сылбыр іске асып жатқанын тілге тиек етті. В рамках программы «Нұрлы жол» в текущем году запланировано строительство на сумму 1 миллиард. Нұрлы жол бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 1 миллиард 387 миллион теңгеге 3 білім беру нысанын, 1 тұрғын үй мен 4 инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым нысандарын салу жоспарланған. Бұл әрине әлі де жеткіліксіз, сондықтан біз қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттарды реттеп жатырмыз. Ал биылғы жылы бөлінген 5,1 миллиард теңге қаражат 250 шақырым тас жолға жөндеу жүргізуге жұмсалмақ. Сонымен қоса халықаралық әуежайды күрделі жөндеуден өткізуге 7,8 миллиард теңге бөлініп қойған. Биылғы жылдан қалмай жұмыстары басталып, 2016 жылы барлық деңгейдегі ұшақтарды қабылдайтын болмақ дейді Ерік Сұлтанов. Намеченный ремонт 21 улица областного. 2016 жылы өтетін аумақтық форумға дайындық барысында облыс орталығында 21 көшеге күрделі жөндеу жұмыстары жоспарланған. Сонымен бірге жаңа жайлы қонақ үйлер салынады. Барларына жаңғырту жүргіземіз. Қала орталығында достық үй салынатын болады. Кейін ғимарат көп функционалды нысан ретінде әлеуметтік бағыттарда қолданылатын болады. Форумды өткізу өңір экономикасының дамуына тың серпін беретін болады. Жиын соңында өңір жетекшісі облысымыздың дамуы жолында бірлесіп қоян қолтық тер төгетіндеріне сенім білдірді.